ең басты сұрақ әрине облыс басшылығына болды, футболшыларға емес, тренерге емес. Неге ол тренер вообще қазір отыр өз орнында? Соған сұрақ. Спорттық директор неге алып келді деп ойлайсыздар Марат Хайруллинді? Басшылықты кінәлап жатыр ғой, енді Шалекеновтен бастап бәрін енді кінәлап жатыр. Енді сол сәл ашуын басу үшін Марат Хайруллин шақырып отыр. Марат Хайруллин мен білмеймін жалпы. Бұған дейін қай жерде істеген, бір кішігірім агент болып жүргенін білдім. Жоқ, негізі енді бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Біз енді әр подкастта айтамыз, Ақтөбенің жанкүйерлері ең үздік, номер 1 дейміз. Енді сөзсіз үздік, бірақ енді мынадай нәрселермен оған кері әрекет жасап жатыр. Жанкүйерлік деген ол ондай нәрсе емес. Сыртқа шығармай тұрып, қазір қарап отырсаң, Қызылжар ең бір андай былыққа батып кеткен клубтардың бірі осы Қызылжар негізі туралы емес. КПЛ-дің әрбір турдағы бүкіл матчтарын кім қарайды? ютубтан қараңызшы енді. Кім қарайды? Әлібек қарайды. Мен қараймын. Сен қарайсың ба бүкіл матчтарды? Сен жаңа КПЛ матчтарын бәрін қарайсың ғой, денсаулыққа зиян емес па? Кішкене сыр беріп отқан жоқ па денсаулығың? Жалпы, иә.